Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай дүкендерде тойбастар бауырсағы деп сатылатын бауырсақты жасайтын боламыз. Ол үшін таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, қантпен араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және де қайнаған суымызға тұзымызды жақсылап араластырып алып, үстіне тоң май саламыз. Тоң майымыз қайнаған суда өзі еріп кетеді. Сосын қатты қылып қамыр илейміз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Оны салафанға салып, 5-10 минутқа қалдырамыз. Менде осындай 2 күлше шықты. Осыны қатты жұқа қылмай жайып аламыз. Жайылған қамырымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай қылып кесіп аламыз. Сосын қызып тұрған майда қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің той бауырсақтарымыз да дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ болып шықты. Рецептім ұнап жатса, сіздер де дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.